Бір адам 10 жасар баласымен келе жатып, жолда жатқан бір ескі таға көреді. Балам, анау тағаны ала жүр дейді. Сынып қалған ескі тағаны қайтем дейді бала. Әкесі үндемеді. Тағаны өзі иіліп алды да жүре берді. Қаланың шетіндегі темірші ұстаға сатты да, сол ақшаға жолдан шие сатып алды. Шиені өзі жеп аяндап жүре берді. Біраз жер өткен соң, бір шие жерге түсті. Бала жерге түскен шиені алып аузына салды. 1, 2, 3, 10 шие жерге түсті. Бала 10 рет иіліп, түскен шиені жерден алды. Сонда әкесі тоқтап бұлай деді. Көрдің бе? Тағаны 1 рет иіліп алудан ерініп едің. Сол тағаның ақшасына алынған шиені 10 рет иіліп жерден алдын деді. Есіңде болсын. Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат етпесең, көптен құр боласың деді.